Абай атындағы кітапханада ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу өнеркәсібі қызметкерлері күніне арналған алтын күз мерекелік шарасы өтті. Бұл жиында өңірдің аграрлық саласында еңбек етіп жүрген үздік мамандар құрметке ие болды. Салтанатты жиында облыс әкімі Берік Уәли құттықтау сөз сөйлеп, аймақтың ауыл шаруашылығы саласындағы тұрақты өсімге тоқталды. Агроөнеркәсіптік кешен еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде, ауылдық аумақтардың тұрақты дамуы мен экономиканың берік іргетасын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ауыл шаруашылық еңбеккерлерінің форумында сөйлеген сөзінде жалпы мемлекет пен бизнес ауылдағы барлық мәселені бірлесіп шешуі керек. Агроөнеркәсіппен айналысу үшін ауылға келген жас кәсіпкерлерді бағалаймын. Мемлекет те сіздердің еңбектеріңізді ұмыт қалдырмайды. Жауапкершілігі мол кәсіпкерлер мен инвесторлар ғана елдегі оң өзгерістердің нағыз көшбасшысы бола алады. Мемлекет сіздерге жан-жақты қолдау көрсетіп, лайықты бағалайды деп айрықша атап өткен болатын. Биыл Абай облысының аграрлық саласы тұрақты өсім көрсетті. 10 ай ішінде ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 404 миллиард теңгеден асты. Мал шаруашылығы мен қайта өңдеу бағытында да айтарлықтай ілгерілеу байқалады. Бүгін міне Абай облысында ауыл шаруашылық күні, сол ауыл шаруашылық күні деген ол Қазақстанымызда өткенде ғана президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, құрылтайда бұл біздегі ауыл шаруашылық саласын біз қолдауымыз керек деді. Сол жерде мал шаруашылығын қолдауымыз керек деді. Біз Абай облысы Ақсуат ауданында мал шаруашылығымен айланысамыз. Бүгінгі күні біздің мына жас маманымыз Алиясов Нұрғазы Серікұлы міне Абай облысындағы үздік зоотехник болды. Соған біз қуаныштымыз. Жаңа ғана машинаның кілтін алды. Өзіне бұл еңбегінің арқасы қанша жыл келген. Енді бұл ауыл шаруашылығы деген бұл Қазақстандағы екінші мұнайдан кейінгі мұнай қазылады кетеді, мысалы, ал ауыл шаруашылығында мал болса өседі. Біздің Қазақстанымызда осы жаңағыдай осындай малды өсіріп жатқан шаруаларға, еңбеккерлерге жақсылық тілейміз. Малды осы шаруашылықтағы адамдардың қоралары малға толсын, қамбалары еңге толсын деген тілектеміз. Бүгін осы шаруашылықта біз жаңағыдай осындай медаль алдық, осындай жаңағыдай үздік зоотехник деген мәртебе алдық. Біздің адреске деген, біздің осы ауыл шаруашылығы азаматқа деген сый құрмет. Барлықтарыңызды ауыл шаруашылық күнімен құттықтаймыз. Өңірде жаңа зауыттар іске қосылып, ауыл шаруашылығы техникасы жаңартылуда. 15 миллиард теңгеден астам субсидия мен жеңілдетілген несие беріліп, 446 жаңа техника сатып алынды. Бұл еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік берді. Ал ауыл шаруашылығының мерекесімен бірінші құттықтаймын. Барлығын осылардың арқасы, сол ауыл шаруашылығының арқасы бәрі істеп жатқан, даланың, қаланың бәріне нан беріп тұрған. Ал енді не дейміз енді? Аман болыңыздар, еңбек етіңіздер. Ең бірінші еңбек керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, еңбектерің жана берсін, барлығы жақсы болсын. Мерекеде сала үздіктеріне мемлекеттік және салық наградалар табысталды. Ал биыл алғаш рет ең озық қызметкерлерге 10 автокөліктің кілті берілді. Үздік шопан, үздік механизатор, үздік агроном сынды номинациялар бойынша жеңімпаздар анықталды. Абай облысында ауыл еңбеккерлеріне көрсетілген құрмет олардың маңдай терімен келетін, еңбектің ел дамуына қосқан зор үлесін мойындау екені сөзсіз. Ажар Бауыржанқызы, Адил Сыздықов, Андрей Асачи, Алишер Абилов, ТВК 6 телеарнасы.